Сәлем баршаңызға. Бүгін бөлген нанның рецептімен бөлісетін боламын. Сондай иісі аңқыған, өте жұмсақ, ұзақ сақталатын бөлген нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге су, қант, тұз, сүт және дрожж керек болады. Үлкен ыдысымызға суымызды, сосын сүтімізді, қалған ингредиенттердің бәрін салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнды електен өткізіп, аз-аздан салып отырып елейміз. Жақсылап араластырып, егерде көп мөлшерде ұн салып елейтін болсақ, қамырымыз тығыз болып қалуы мүмкін, сондықтан аз-аздан салып елейміз. Көріп отырғандай, аз-аздан салдым. Осы барысында сұйық майымызды құйып, ары қарай елейміз. Осы ортада елеу барысында қамыр қолға жабысуы мүмкін. Егер жабысқан жағдайда ақ майға қолыңызды малып алып, қайтадан елесеңіз, қамыр өзі жиналатын болады. Қамырыңыз тым жұмсақ болып кетпеуі қажет, өйткені ыдыста көтерілу барысында көтеріліп қайта төмен түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан қатты, жұмсақ та емес, орташа қылып елеген дұрыс. Міне осындай болып шықты менде. Қамырымызды пленкамен бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Міне қамырымыз ашыды. Көріп тұрғандарыңыздай егесі көтерілді. Енді бұл қамырымызды 3-ке бөліп, мен бірдей болу үшін граммға салып 3-ке бөлдім. Міне осылай болып шықты. Қамырымызды алып жайып, рулон қылып ораймыз, әрқайсысын. Сонда біздің нанымыз піскен кезде ортасы әдемі болып шығады. Енді табамызды алып, 2 қайтара майлаймыз. Менің табама аса мән бермеңіздер, өйткені біраз уақыттан бері қолданылып келе жатқан таба. Жаңағы қамырымызды қайтадан алып, демалып тұрған қамырымызды қайтадан рулон қылып ораймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, 2 жағын, бас жағын ішіне қарай қайтара ораймыз. Енді табамызды салған уақытта да 2 жағын ішіне қаратып салатын боламыз. Осы ішіне қарату себебі, өйткені жан-жағына ағып кетпейтін болады пісер уақытында. Үстін қатты емес, жай-жайдан басып қоятын боламыз. Бетін жауып, жарты сағатқа көтерілгенін күтеміз. Біздің қамырымыз көтерілді, өте әдемі болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы қамырымызды пешке салар уақытта бетін майлайтын боламыз. Піскен уақытта нанымыз қып-қызыл, әп-әдемі болып шығатын болады. Менде газ плитаның асты, орта отта пісіретін боламыз. Ал нанымыз дайын болды, өте әдемі, қытырлақ, сондай жұмсақ, иісі аңқып тұр. Ал қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Іші де өте жұмсақ болып тұрады, сырты қышырлап тұрады. Міне қараңыздаршы, өте жұмсақ, сондай. Осы рецепті біраздан бері қолданамын, сіздерге де ұсынамын, жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Лайк басыңыздар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарийде сұрақтарыңыз болса жазыңыздар.